Сәлеметсіңдер ме 9 сынып оқушылары? 3 тоқсан бойынша алгебра пәнінен жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар тригонометрия бойынша балалар. Бірінші нұсқасы барлығы берілгені 4 тапсырма. 4 тапсырманың барлығын шығаратын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Басқа нұсқаларын іздесеңіздер, каналға кіріп көрсеңіздер болады. Бірінші тапсырмада балалар градусты радианға және радианды градусқа айналдырып сәйкестендіріңіздер деп тұр. 120 градус дегеніміз бізде балалар 3-тен 2 пи болып тұр, иә? 27 градус дегеніміз 20-дан 3 пи болып тұр. 210 градус дегеніміз 6-дан 7 пи болып тұр. 300 градус дегеніміз 3-тен 5 пи болып тұр балалар. Сонда біріншісі Е, екіншісі А, үшіншісі Г, төртіншісі Б болып тұр екен. Келесі екінші тапсырмада өрнекті ықшамдаңыздар дейді. Косинус пи азайтылған альфа көбейтілген тангенс пи қосылған альфа бөлінген синус пи бөлінген 2 азайтылған альфа болады деп есепті беріп қойған балалар. Енді ықшамдаған кезімізде балалар бізде минус косинус альфа көбейтілген тангенс альфа бөлінген косинус альфа болады. Косинус альфа мен косинус альфа бір-бірімен қысқарып кетеді, сонда минус тангенс альфа шығады екен балалар жауабы. Келесі бізде үшінші есептеңіздер деп тұр. А және Б тапсырмалары берілген 2 тапсырма. Осы 2 тапсырмада есептеп қазір шығаратын боламыз балалар. Балалар қысқаша көбейту формуласын білетін болсаңыздар, бұл есепті ойланбастан шығара аласыздар. Енді А тапсырмасынан бастап шығарайық. Косинус 40 градус, косинус 20 градус азайтылған синус 40 градус, синус 20 градус дейді. Тең косинус жақшаның ішінде 40 градус қосылған 20 градус деп алсақ болады. Бұл дегеніміз бізде косинус 60 градус болады. 60 градуста косинус бізде мәні 2-ден 1-ге тең екен. Б тапсырмасында синус 105 градус дейді. Біз бұны синус 60 градус қосылған 45 градус деп алсақ болады. Енді қысқаша көбейту формуласында синус альфа қосылған бета дегеніміз синус альфа косинус бета қосылған косинус альфа көбейтілген синус бета. Енді осы формулаға саламыз. Синус 60 градус қосылған 45 градус тең синус 60 градус косинус 45 градус қосылған косинус 60 градус көбейтілген синус 45 градус болады. Сонда енді мәндерін орнына қояйық. Синус 60 градуста бізде 2-ден түбір асты 3 болады. Көбейтілген косинус 45 градуста 2-ден түбір асты 2 болады. Қосылған косинус 60 градуста бізде жауабы 2-ден 1 болады. Синус 45 градуста жауабы 2-ден түбір асты 2 болады екен. Сонда 4-тен түбір асты 6 қосылған 4-тен түбір асты 2 болып тұр. Енді бөліңдері бірдей болғандықтан 4-тің өзін аламыз. 4-тен түбір асты 6 қосылған түбір асты 2 деп бір-біріне қосып алады екенбіз балалар. Осымен үшінші есепті асын басын шығарып аяқтадық. Келесі бізде 4-ші есепті шығаратын боламыз. 4-ші есепте өрнекті ықшамдаңыздар дейді. 2 есеп берілген. Бұл есепте де А және Б есептері. Асында синус 2 альфа бөлінген 2 тангенс альфа дейді. Б-сында 1 қосылған косинус 2 альфа бөлінген 1 азайтылған косинус 2 альфа дейді. Осы 2 есепті қазір шығаратын боламыз балалар. Ал А тапсырмасын орындайық. Синус 2 альфа бөлінген 2 тангенс альфа. Қысқаша көбейту формулаларын ашатын боламыз. Синус 2 альфа дегеніміз 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа болады екен. Ал 2 тангенс альфа дегеніміз 2 синус альфа бөлінген косинус альфа болады екен. Балалар бұл жерде сатылы бөлшек болып тұр, иә? Бөлімін алымына көбейтеміз. Сонда бізде 2 синус альфа косинус квадрат альфа болады. Бөлінген 2 синус альфа болады. Сонда 2 синус альфа мен 2 синус альфа бір-бірімен қысқартылып кетеді. Сонда жауабы косинус квадрат альфа шығады екен балалар. Бұл 4-ші есептің асы. Енді 4-ші есептің Б-сын шығаратын боламыз. 4-ші есептің Б-сында қысқаша көбейту формуласын пайдаланып шығарамыз. 1 қосылған косинус 2 альфа бөлінген 1 азайтылған косинус 2 альфа. Формуланы ашатын болсақ, синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа болады. Енді бөлімін шығарайық. Синус квадрат альфаға қосамыз косинус квадрат альфаны, азайтамыз косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа. Сонда балалар тең алымы бізде 2 косинус квадрат альфа болады. Енді бөлімі синус квадрат альфаға қосамыз косинус квадрат альфаны, одан азайтамыз 2 косинус квадрат альфаны, оған қосамыз синус квадрат альфаны. Сонда балалар бізде 2 косинус квадрат альфа бөлінген 2 синус квадрат альфа шығады екен.
бұл дегеніміз бізде котангенс квадрат альфаны береді екен балалар. Қысқаша көбейту формуласында котангенс квадрат альфа дегеніміз 2 косинус квадрат альфа бөлінген 2 синус квадрат альфа тұғын, иә балалар. Осымен бізге берілген 3-ші тоқсанның 1-ші БЖБ-сына берілген 4 тапсырманың барлығын шығарып аяқтадық балалар. Түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийға жазып сұрасаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін, түсіндіремін. Ұнаған болса лайк басыңыздар, каналға тіркеліп достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Басқа да бөлім бойынша жиынтықтарды іздесеңіздер каналға кіріп көрсеңіздер болады балалар. Сау болыңыздар.